Көмір биыл тағы да қымбаттады. Қатты отынның құны 1-15%-ға артқан. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі арнайы брифингте мәлімдеді. Көмірдің орташа бағасы тоннасына 6700-ден 9000 теңгеге дейін көтерілген. Министрлік бұл бағаны кен өндірушілермен жүргізген келіссөздер кезінде бекіттік деп отыр. Ең көп сұранысқа ие Шұбаркөлдің тоннасы 7500-ден деп белгіленген. Ол діттеген жеріне жеткенше, әсіресе шалғай өңірлердегі тұтынушылардың пешіне түскенше 2-3 есеге өсіп, 25-30 мың теңгеден бірақ шығатыны белгілі. Бірақ министрлік отынның шекті құнын белгілеуге біз қауқарлы емеспіз деп ақталды. Ал бағаға келетін болсақ, өзге мемлекеттермен салыстырғанда біздегі көмірдің бағасы су тегін деген министрлік өкілі тіпті бұдан төмен баға болуы мүмкін емес дейді. Бізде әлеуметтік көмірдің бағасы әлдеқайда төмен. Салыстырмалы түрде, егер де мысалы халықпен жаңағы тұрмыстық коммуналдық көмірдің бағасын алатын болсақ, және қарапайым бір кірпіш шығаратын заводқа сатылатын бағаның көміріне, оның арасы 30-40% болуы мүмкін. Яғни халықтың сол көмірді алуға 30%-ға арзанырақ болады. Бұның өзі арзан. Мен салыстырып өттім, және де басқа көрші мемлекеттермен 2-3 есеге дейін арзан болып тұр көмірдің бағасы. Енді бұдан төмен білмеймін қаншалықты мүмкін.